басыңызға қан құйылып, көзіңізге қан тамырлары жарылып, құлағыңыз жабылып, басыңыз айналып, немесе тағы бір кеселдермен демікпе болып ентігіп қалатын болсаңыз, онда отырған күйде оқи бересіз. Сол отырған күйде кейбір адамдар өзі орындыққа отырып, алдына жастықтар қойып алып, комфортный оқитындар бар. Бұлай жасалмайды. Алдыңыздағы затқа сәжде қылмайсыз. Сәжде қылатын орын бір ері қарсыдан аспау керек. Яғни бірер кірпіш бойынан асса, онда тек қана ишаратпен басыңызбен оқитын боласыз. Сәресі ішкеннен кейін ұйықтауға болады ма? Ұйықтауға арам деп айтамаймыз, яғни ұйықтауға болмайды деген сөз жоқ. Жалпы мынандай түсінікті біліңіздер. Бір нәрсе міндетті десе, істеу керексің десе, бұл екі-ақ нәрсе болады. Не парыз болады, не сүннет болады. Екеуіне де нақты дәлел болу керек. Парыз тікелей Алланың бұйрығы, бұны істемесең оңбаған үлкен күнә боласың. Енді сүннет істемесең, пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям артынан ілеспеген боласыз. Енді болмайды деген нәрселер арам болады. Яғни Құдай тыйым салған. Таң сәрес ішкеннен кейін ұйықтауға болмайды деген Құранда аят жоқ. Яғни вообще ұйықтама деген сөз жоқ. Адам ұйықтай алады, парыз емес. Енді арам дегенде макрух деген нәрсеге жақындайды, яғни нежелательный, орысша айтқанда түсінікті болсын сіздерге. Істемеген жақсы енді. Солай болғаның жақсы. Кітап оқы. Енді кітап оқымай TikTok көріп, ләйліп отырсаң, әркімге терезе қарап мазаң кетіп, онда айналайын елдің мазасын алмай сақыр-сақыр, ыдыс-аяқ сақыр-сақыр ваннаға кіріп алып, бәрімен ұрсып жағаласқанша, лучше жатып ұйықта. Ауызда таң намазынан қанша минут қалғанда бекітеді? Ауызда таң намазына 10 минут қалғанда ертерек бекітуді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қолға алған. Бірақ бізге рекомендовать еткен, солай істесеңіздер жақсы болады деп айтқан. Бірақ негізгі ненің уақыты, ауыз бекітудің уақыты таң намазға азан айтылған кезде ауыз бекітіледі. Біз ұйқы туралы кеше уәде бергенбіз, сіздерге айтамыз деп, 10 минуттен кейін сол тақырыптың басын ашайық, бұйырса ертеңден жалғасады. Әр таңда сәресіде сіздерге бір тақырыптың басын ашып, және соны теңірек талдап беретін боламын. Жалпы ұйқы туралы. Қазір барлықтарыңыз ұйықтаған боларсыздар. Жалпы ұйықтауды Аллах Тағала Құран кәрімде бұны ерекше айтқан. Адамдарға Аллах Тағала түнді ұйқы үшін жаратқан. Ұйықтау керек. Ұйықтауды керек десеңіз парыз дәрежесіне көтеріледі. Өйткені бұл адамның өміріне аса қажетті болған Құдайдың бір нығметі болып табылады. Осы төңірегінде сөз болады. Бізде бір 10 минуттей уақыт бар екен. Тағы да сауалдарыңызға жауап беріп үлгерейік. Шаш алдыруға болады ма? Болады, айналайын. Ұшық шықса ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Во время поста можно ли посетить стоматолога? Однозначно. Можно, мы об этом уже сказали несколько раз. Мұсылман еместер ораза тұтуына бола ма? Мұсылман емес адам ораза ұстаса, ораза сауап жазылмайды оған. Бұл мұсылмандарға парыз болады. Бітірді мобильді арқылы аударуға бола ма? Қорларға болады, қабыл болсын. Жасанды кірпікпен жүруге бола ма? Жасанды кірпік дінімізде тыйым салынады. Салып қойған болса, енді ораза ұстай алмайды деген сөз емес, ораза ұстайды. Мал союға бола ма? Болады. Қасап болып жұмыс істесеңіз соя бересіз. Система бұзама? Қуаттандыратын системалар бұзбайды, бұзады, дәрілік системалар оразаны бұзбайды. Тіс жууға бола ма? Таңертең ауыз бекіткен адам оразаны бұзбайды. Макрухтығы бар, сәл әдепсіздігі. Қажет болса жуыңыз. Ең жақсы сәресінен ауыз бекітетін алдын жуып алыңыз. Қайтыс болған адамның атынан ораза ұстаса бола ма? Өтініш жауап беріңізші. Қайтыс болған адамның атынан ораза ұстауға болады, егер Рамазан айынан кейін өзіңіз ұстап, содан кейін сол оразаның сауабын анаңызға, әкеңізге, біреуге бағыштасаңыз сауабы болады. Бірақ бірінші өзіңіз ұстап бітуіңіз керек Рамазанда. Осы Рамазанның айындағы сауабын ешкімге бағыштаудың керегі жоқ.
плюс бағыштамасаңыз да, сіз қазір ораза ұстасаңыздар, мына тыңдап отқан 8-9 мың адамның барлықтарыңыз ораза ұстасаңыздар, осы оразаңыздан әкеңізге қайтыс болған, атаңызға, атаңыздың атасына, оның үлкен атасына, атаңыздың тоқалына, атаңыздың бәйбішесіне, атаңыздың аталарына, одан ары қарай Нұх пайғамбарға, одан ары қарай адам атаға дейін барлығына сауап барады. Өйткені сіз адам баласысыз. Адам баласының істеген сауабына сетевой маркетинг сияқты барлығына бонус барып тұрады біздің аталарымызға. Енді сауап баратын болса, күнә де барып тұрады. Біздің істеген жамандығымыз, өсегіміз, өтірігіміз, арамымыз, ішкен арақтан барлығынан қайтыс болған марқұмдарға сөзсіз күнәңізден барады. Сондықтан Құдайдың әмірі, Құдайдың тыйымымен бірге біліңіз, аруақтан ұялмайсың ба деген, аруақтан сыйламайсың ба деген сөз бекерден айтылмайды. Ауыз ашатын кезде, жолда, жұмыста жатамын. 20 минут кештеу ашам, болады ма? Болады. Әйеліңмен ұрықпасаң 20 сағат кейін ашасың. Сондықтан тура уақытысында қақайып ауыз аш деген мәселе жоқ. Енді болса ашарсың. Ашпасаң, ойбай тамаға келіңдер деп қылқындыратын дүние емес. Витамин группы Б. Б витамин группалары адамға витаминдік болған үшін оразаны бұзады. Витамин қайсысы болса да. Енді кейбір витаминдер бар, өмірге жизненно необходимый. Бұл олар оразаны бұзбайды. Бір сағат кеш асуға бола ма? Себеп болса проблема жоқ. Мысалы, келе жатсың автобуста, үйіңе жете алмай жатсың, қалтаңда баклажкада су жоқ, құрма жоқ, автобуста құрма берші, ауыз ашайыншы деп біреудің сумкасын қалап, тоқтай салып таксиден, Яндекстен, шопырдан сұрап, номеріңіз бар, не бар ма, бір магазиннен тоқта, керек жоқ, кете бересің, кейін үйіңнен бірақ ашасың, жей бересің. Аузың ашық екен біліңіз. Ораза айы театр дейді. Ораза тұту ниетім бар. Театрға жоқ, кеп қойды жы. Сен театр дегенде кеп қойды жы. Ораза ұслап, ораза айында дұғалар қабыл болады дейді. Мен күйеуім жәннетте болсын деп дұға қылсам бола ма? Болады. Күйеуің жалғыз бармасын жәннетке. Жәннетке сенде бар. Жәннет бір айтты кайф болатын болса, жаңағы бір барып көретін жер екенде бір ақсақал айтқан екен, сол сияқты күйеуің жәннетте болса, сен де жәннетте болмайсың ба? Мен де болайын деп сен өзгерт өміріңді. Ораза ақыры театр. Сен ұстасаң, күйеуіңе де барады, и сен де барасың сол жаққа. Сондықтан екеуің бірге болыңдар жаным. Ол рахатта болып, сен Құдай сақтасын азапта болып қалсақ, несі рахат оның? Сондықтан егер сен жәннетте болып, сенің ата-анаң тозақта болса, несі рахат оның? Сен жәннетке кіріп, сенің бір туған бауырың тозаққа түсіп қалса, несі рахат оның? Сен жәннетке түсіп, сенің ұрпағың, балаң тозақта шыжырып жанып жатса, несі рахат оның? Сондықтан, ардақтылар, бір-бірімізге қамқоршы болу дініміздің негізгі талап етілген дүниелерінің біреуі сол. Әйел адам Құран оқи бере ме, үйде күйеу болмай жатса, оқи береді. Күйеу болса да ана комнатта жатып алса, күйеу жынданатын болса, сыбырлап оқи бересің. Күйеу енді оқы десең, оқымайды, барып жатыр, тикток көріп жатыр. Оқи бер айналайын. Оқи бер. Құран оқу үшін өлу не обязательно, шелпек не обязательно. Бізде Құран оқимыз, оразада ауыз ашарда Құран оқиын десең, біреу айтады дейді, пока ешкім өлген жоқ қой деп. Ана бір құда ауырып жатыр, өлген жоқ, оқымай тұра тұрыңыз деп та бір молдаға. Сол сияқты өлу не обязательно жан. Оқи бер. Тісті шұқып қанатсаң, ораза бұзылар ма? Жоқ, ашылмайды. Өзің шұқсаң да біреумен шұқып берсе де бұзылмайды. Өт болмаса ораза ұстауға бола ма? Өт болмаса дәрігермен кеңесіңіз. Жәннетте қай тілмен сөйлейді? Жүрек тілімен сөйлейді. Жәннетте жүрек тілімен сөйлейді. Бізде жәннетке бару, жәннетте қай тілмен сөйлеймін? Арабша тіл десе, арабша үйренейін деп жүрсің. Біреу айтты, жәннеттегі хор қыздың шашының цветі қандай болады? Блондинка бола ма, каре бола ма, жоқ, брюнетка бола ма? Қандай цвет болады? Енді сізге айтсақ та, жәннеттегі хор қыздардың шашының цветі мынандай десек,
Сен ол жаққа барамай қалсаң, какая разница? Арабша сөйлеймін ол жақта, вообще сөйлеймін ол жақта, сөйлемеймін, какая разница? Барғаннан кейін өзің көріп ал, сол баратын жолды сұра, сол жәннетке қалай барам? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи да солай деселамға, жәннетке қалай барам дегені, уъбуду рахман, Аллаға құлшылық қыл, уа ат'имут таам, қарны аштарға тағам бер, уа ашфус салам, ағайынға, таныған танымағанға сәлем бер, ашықтан ашық деді. Удхул жәннәті бисалам, содан кейін жәннетке амандықпен кір деді. Мәселе осы да жаным. Ол егер жәннетте түсетін білесің, жәннеттің қабырғасы судан тұрғызылады дейді, оны білесің, иісін білесің, барамай қалсаң, вот это проблема. Сондықтан жаным, ол қызықпасын сен. Иә, біз ана адамдарды жігерлендіру үшін, адамдарды тарғиптеп қызықтыру үшін жәннет мынандай, мынандай деп айта береді. Бірақ барғанға Алла нәсіп етсін, соны тілейік. Ал енді бүгінгі айтатын тақырып, сауалдарды сәл қысқарта тұрайық. Сіздерге бүгін бір ерекше ұйқы туралы айтқым келіп тұр. Осыдан бастағанды жөн көрдім. Біз барлығымыз ұйықтаймыз. Аллах Тағала уаллайли ида яғша, түнді тыныштық үшін, құлшылық үшін, түнді бізге жамылғып жаратты. Сондықтан түндегі құлшылық бұл Алланың алдында да жаққан құлшылық болады. Түн бұл мұсылмандарға, Алла адамзатқа берген Алланың сыйлығы деп түсініңіздер. Түн өмірде күнделікте жатып, жүректі демалдырып, ағзаны демалдырып жасайтын дүние. Бірақ соңғы уақытта өкінішке орай телефонның бір әсері ма, адамдардың бір беймаздығының әсері ма, әйтеуір не керек, күніміз түніміз көп адамдар әсіресе мынау жастарда ауысып кетті. Осы ұйқы мәселесіне. Ұйықтау парыз болады. Егер адам құлшылыққа зияндық келмейтіндей, ертең күні ләйліп басың бір жағынан бүйтіп ауырып намазды қалдырмайтындай дәрежеде, күндіз ризық табуыңа кедергі болмайтындай дәрежеде ұйықтау бұл парыз болып табылады. Яғни ұйықтау парыз емес деп айтамайсыз. Ұйықтау парыз. Намазда тұрып не оқығаныңды білмей адам баласы ес ауып қалатын болса, ұйықтамаудың себебімен адам күнәлі болады. Сондықтан ұйқы белгілі бір дәрежеде құлшылыққа пайда келтіретін, яки құлшылыққа зиян бермейтін дәрежеде ұйықтау Алланың алдында парыз болып табылады. Құлшылықтарға ерекше қуат беретін. Яғни, мысалы, положенный 4 сағат, 3 сағат ұйықтадың, ұйқың қанды. Енді десе де ұйқы аз болып қалса не істейді адам? Есіне бастайсың. Намазда есінесең, намазды бұзылмайды. Бірақ сол намазда да есінмейме. Тахаджудке жақсы тұрайын түнгі намазға. Одан кейін түске дейінгі оқылатын басқа да құлшылықтарға 5 уақыт намазға әсері жақсы болсын деу үшін, бүйтіп ұйқыңға маужырамау үшін қосымша ұйықтау бұл сүннет дәрежесіне дейін көтеріледі. Яғни бұл дұрыс нәрсе, мұстахаб. Яғни намазым дұрыс болсын деген сөз. Одан кейін тыйым салған ұйқы болады. Шариғатымыз тыйым салған ұйқы болады. Бұл уағыз айтып жатқанда, Құран оқылып жатқан жерге келіп алып ұйықтау, отырып жатып айырмашылық жоқ. Осы нәрселердің барлығы тыйым салған ұйқылар болып табылады. Енді бұны 8 түрлі нелер келеді, түс. Ұйқы, наумул афла, наумул шақауа, наумул лағна, уқуба, наумул рахма, наумул рухса, наумул хасра деп 8 түрлі ұйқыны ғалымдарымыз бізге айтып берген. Ішіндегі біреуі ғафлатта қалған, яғни уағыз айтып отқанда бүйтіп кейбір кісілер болады, мешітке келіп алып, мынандай қабырғаға сүйеніп алып, бүйтіп маужырап ұйықтап отырады бүйтіп. Осыны наум деген ұйқы деген сөз. Наумул афла. Таң намазын оқитын, намаз оқитын бәрі біледі. Ертең таң намазын айтқан кезде азан айтыңыздар үйде. Үйден жын шайтанды қуу үшін, қазір ол туралы айтамын. Сол ұйқыны жақсы халге келтіретін, ұйқыны жақсы халге түсіретін кезде ас-салату хайру минан наум деп ұйқыдан намаз жақсы деп азаншы айтады 2 рет. Бұл таң намазда ғана айтылады. Егер ұмытылып қалса ештеңе етпейді. 2-ші рет азан айтылмайды. Қысқасы осы ұйқыдан намаз жақсы деп осы нәрсе айтылу керек. Яғни құлшылық дәреже, ғибадат, жақсы сөз болып жатқан кезде ұйықтап жатқан адам ғафлатта, яғни қаперсіздікте, уайымсыздықта қалған ғафлет дейді ғой енді. Қазақта да бұл сөз бар. Халқымызда осы ғафлетте қалған ұйқы болады. Наумул лағна. Бұл күн батып бара жатқанда, немесе үлкен бір ғибадаттарды тастап, парыз ғибадаттарды тастап ұйықтаған ұйқылар бұл тіпті қарғыс ұйқыға дейін көтеріледі. Енді наумур рахма жақсылық рұқсат бар.
рұқсат етілген. Бұл дініміз рұқсат берген рахым ұйқысы. Бұл бесінен бұрын, яғни қайлуля деп айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұйықтаған. бұл жақсы. Наум деген сол ұйқы деген сөз, наумус шақауа біл уақыты сала, намаз уақытысында, яғни мән бермей ұйықтау, бұл адамға бақытсыздық алып келген ұйқы болып табылады. Бұны атамыз қазақ ерте тұрған еркектің бір ісі артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп, сол іспенен ырысты осы намазға, таңның берекесіне халқымыз байлаған болып табылады. Енді ұйқының ішіндегі әдептер туралы бір-екі ауыз сөз. Мен қысқа айтамын, өйткені айта берсе бұл тақырып 19 баптан тұрады екен. Бұның бәрін санай бергенше ішінен нақтысын сіздерге қажеттілерге ғана тоқтап берейін. Ұйқының әдептері. Көп адам айтады, ұйқым дұрыс емес, жаман түстер көремін. Одан кейін барып ұйқыда булғам, немесе қылқындырады, бастырылам деген сияқты нәрселердің қазір басын шетін ашып беретін боламын. Біріншісі, ерте жатуға әрекет қылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құптаннан кейін, кешкі намаздан кейін қонаққа бармайтын еді, және қонақ қабылдамаған дұрыс деп айтылады. Неге? Өйткені бұл ұйқыға кететін, құптаннан кейін адам ерте жатқаны дұрыс болады. Біз сағат, мысалы, құптанымыз 8-9-да болса, 11, 12, 1, 2, 3, 4-ке дейін жүріп алатындар бар. Өзі жүрмейді, бүкіл елге тақыр-тұқыр етіп, не көршілерге тыныштық бермей, не үйдегі балаларға тыныштық бермейтін, бұл жақсы нәрсе емес. Яғни адам шама келгенше ерте жату керек, балаларды да ерте жатқызуға үйрету керек. Кешке қолдарынан телефондарын алып қойыңыздар, шамаларыңыз жетсе. Яғни бұл дұрыс нәрседен сөз. Алланың рахымын алып келетін ерте жатсаң, ерте тұрасың деген сөз болады. Келесі, дәрет алып жатуды әрекет қылыңыздар. Дәрет алып жату міндетті емес, бірақ сүннетке жақын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы амалы, жақсы көрген істерінің бірі, әрі мұсылманға бір жақсы тазалық менен игілік алып келетін дәрет болып табылады. Дәрет алып келіп жату бұл тамаша дүние болып табылады. Осыны дәстүріңізге айналдырыңыз. Дәрет дегенде жаңағы 4 парызын орындау арқылы және сүннеттерін орындау арқылы келіп жату болып есептеледі. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатар кезде аузын мисуак, сивакпенен аузын тазалаған. Енді кейбір адамдар мисуакпен қазіргі уақытта мынау зубной пастаны шатастырып жүр. Әлбетте зубной пастада тазалып қалып келеді, бірақ мисуактың ішіндегі, ағашының ішіндегі болған ферменттері адамның өміріне де, ұйқысына да, тісіне де, денсаулығына да пайдалы. Егер ол болмаса, әйтеуір тісіңізді зубной пастамен болса да жуып жатсаңыз, бұл жақсы болады. Келесі, екі бас намаз оқып жатасыз, шамаңыз келсе, одан қалса оң жаққа жатасыз. Оң жаққа жатардың алдында قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. Buna tәжік тілінде чор құл дейді. Яғни 4 құлды айтып ұйықтағаныңыз жақсы болады. Бұған қоса, егер сүре білмейсіз, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман қорғаны деген кітапта келген 4 дұға бар. 4 дұғаның 4-ін жазыңыз, жаттап алып оқыңыз, немесе бүйтіп кітапқа қарап оқып, әшкеймен оқып, былай шетке қойып жатсаңыз да болады. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды екен сахабалардан, кім Абу Замзамдай бола алады деп. Сонда сахабалар сұрапты, кім ол Абу Замзам? Неге соны мақтайсыз дегенде, Абу Замзам күнде жатар кезде дұға қылады екен, сондай бір кісі. Ол кісі, кім мені ренжіткен болса, мен оны кешірдім. Кім мені ғайбаттаған болса, мен оны кешірдім. Кім маған жаманшылық жасаған болса, мен оны кешірдім деп, жүрегін тазалап, ешкімге кек, реніш алмастан, Аллаға бәрін табыстап қойып, жүрегін спокойно жатады екен да, тыныштықпен бір ойын жинақтап жатады екен. Ешкімге реніші жоқ, бүйтіп тістеніп, ананы жейін, мынаған бүйтейін деген ойын бәрін тазалап жатады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін мақтаған. Демек, жататын кезде тәуба қылып жату, біреуді кешіріп жату, және Құдайдан кешірім сұрап жату, бұл аса маңызды нәрсе болады. Келесі, біреуге реніші болса, сол ренішті де жіберіңіздер деді. Егер адам ренішті жібермесе, бастырылуға бірден бір себептің бірі осы екен. Адам бастырылатын кезде, енді оның 11 себебі айтылатын жерде, 11 себебін айтсақ, қазір уақытымыз жетпей қалайын деп тұр. Сондықтан соның ішіндегі 4-шісі біреуге реніштігінен басталады. Адамның біреуге реніші, оның рухының тырысып, түнде бастырылуының бірден бір себептері де осы болып табылады. Келесі, жатар кезде
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дәрет алмаған жағдайда немесе дәретіңіз бола тұра, мынау хадисте келеді, майлы қолмен, яғни қолында май, тамақтың майы, неке болмаса сүт ішіп, аузындағы май, жуып май, қолын жумай жатқан адам болса, өзі тапқан ауруға өзінен басқа ешкімді кінәлі көрмесін дейді. Яғни мә мин нәма ва фиядихи амал. Кімде кімнің ұйықтар кезде қолында май болса деді пайғамбарымыз, валам ясилу, қолын жусын деді. Егер ол қолын жумаса, фаасабаху шайун, онда ешкімге өкінбей қойсын, ешкімге жалынбай қойсын, келетін нәрсе өз басына келеді, ешкімнен көрмесін өз проблемасын деді. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткен нәрсенің бірі отты өшіріп жату. Отты өшіріп жату деген сөз, бұл жерде бәрі кіреді, свет, шам, осы нәрсе. Егер адам қорқып, немесе баратын включатель деп айта берейін, түсінікті болсын, өшіріп жағатын, не дейміз оны? Сөндіруші. Свет жағып өшіретін айтыр. Включатель қазақша. Сол включательді жет таба алмайтындай болсаңыз, онда соған кішкене бір шамды жағып қойсаңыз, бұның залалы жоқ. Егер сізге қажетті болса, қалап, қажетті болмаса, өшіріңіздер. Бұл сүннет болып табылады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың атын айтып, есікті жауып, есікті құлтауға үйреткен бізді. Есікті құлтауға үйреткен. Есікті жауып, Аллаға тәуекел етіп жату. Одан кейін есікті жапқан кезде бір қағида бар. Ұмытпаңыздар. Үйден шығар кезде де, үйге кірер кезде де, үйді құлтар кезде де. Бисмилла. Анау Мед Исмаил деген бар, тағы да реклама жасап қойын ағамызда, сол бал сататын ағамыз бар, сол кісі бисмилла, Алланың атымен деп айтылды, бисмилла, Алланың атымен деген сөз. Сол Алланың атымен есікті жауып, құлтап жүріңіздер. Есікті құлтағанда Алланың атымен құлтасаңыздар, бұл есіктен ішке қарай шайтан кірмейді. Жын шайтан үйге, мына стенадан кірмейді. Ана Каспер деген бір мүтпілім бар еді, ол кіріп кете береді бүйтіп. Жоқ, ол жын шайтан есіктен, терезеден кірмейді. Жын шайтан міндетті түрде есіктен кіреді. Сол есіктің аяғына қарау, босағаны қадірлеу, босағаны сыйлау, босағаны таза ұстау, босағада дұға оқу, босағаны кермеу, қазақтың салты бойынша, босағада таянбау, осының бәрі бекерден бекер емес. Сол үшін, яғни бұл біздің салтымыздағы бар нәрсе, міндетті түрде сол есікте босағада дұға аттап кіру және дұға оқып кіру. Одан кейін жатар кезде егер бөлмеңіз кухняға, ас үйге жақын болатын болса, тіпті ас үйге жақын болмаса да, үйдегі ыдыс-аяқ, тамақтардың беті жабылған болу керек. Табақтардың бетіне жабылмаса, бұл адамдардың дастарханына үйінің барлығын жын шайтан басады деп келеді кітапта. Сондықтан жын шайтан жаман түс көруіңіздің, жаңағы бастырылуыңыздың, тағы да басқа ауруға қалдыруыңыздың себебі сол. Медицина жүзінен, енді мен жарайды, мына жағын айттық, дін жағын өзіміздің заманауи айтатын болсақ, біздің дастарханымыздағы табақты, дастарханы мынау салақтау әйелдерге, салақ келіншектерге айтып отырмын, тек қана қыдыруды жақсы көретін, қыдырып ішкен, оңай істеп жүрген кісілерге. Егер дастарханның бетін жаппасаңыз, онда сіздің үйіңізге, ас суыңызға жын шайтан араласып, ауруға алып келеді. Сондықтан міндетті түрде әйел кісілердің үйде дастарханның бесті түнде жабық болғаны бұл салтымызға да, медицинаға да, өмірге де аса пайдалы. Бір жігіттің әйелі сәл салақтау екен. Сол кезде айтты дейді ғой, үйге мысықты бақтым деп. Не болса, ең болмаса мысықты жалайды ғой деп, әйелім ыдыс-аяқты жүнде жуып қояды деген екен. Одан кейін кейбір ыдыстарды көмкөріп қою әдеті бізде қалыптасқан. Бұл салтта жақсы, бұл дінімізде де бар дүние. Ыдыс-аяқтарды жуғаннан кейін аударып көмкөріп қою. Аударайын десем су бар екен. Сондықтан бүйтіп аударып кездерсен көмкөріп қою. Ең кем дегенде дастарханның клеенканы қайырып қою, немесе бетіне шүбірекпен, немесе газетпен, бір нәрсемен дастарханның бетін жабу, бұл біздегі салтымызға, дінімізге сиятын дүниенің бірі, және бұл тікелей ұйқыға да әсер ететін жайт екенін біліңіздер. Ұйқы, сол ұйқынымны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатар кезде тамақты аз ішуге шақырған. Енді біз қазір оразада енді бұны реттеуіміз сәл қиындау, өйткені біздің қазақ дастарханын мол қылып жайып, одан кейін жемесе
Бізде молдалардың бәрін семіртіп жіберетініміз сол. Же, сіз неге жемейсіз? Неге сіз қандай молдасыз деп аузынан тыққылай береді. Ол бірақ сіз 2-3 жерге барған, әрең отырады, құсқысы келіп, айта алмай, жүрегі айнып, бірақ амал жоқ сіз үшін жейді. Сондықтан оны сынамаңыздар, жейтін адамды қинамаңыздар. Яғни шама келгенше айтпақ болғаным, аш жатуға, яғни аш деген аштан қиналып жат деген сөз емес, бірақ міндетті түрде қараған жақсы болады адамның жағдайына. Егер өзіңізде тоймай қарны сәл кішкене бір жартысына су, бір жартысына тамақ болып жатқаны жақсырақ болады. Келесі, ұйқы келмесе дұға қылуды ұмытпаңыздар. Егер адам ұйқысы келмеді, жаттыңыз, былай жаттыңыз, ұйқыңыз келмей жатыр. Енді дұға айту керек. Жаман түс көретін болсаңыз, яки болмаса жаңаға нас, фалақ сүрені оқыдыңыз, ұйықтап қалғанға тырысу керек. Оң иығымен жатады. Аяттарды оңыңыз оқып болғаны, оң иығыңызбен қолыңызды жатасыз. Түнде аунаған кезде былай басың диван жағын мына жағына шығып, аяғың космосқа шығып, сәсеттің үйіне кіріп кететіндер бар домалап. Сол кетсеңіз енді кете бересіз, ол сізге қарамайды, бірақ сол моментте, яғни сол сәтте сізде ұйықтаған кезде оң иыққа жатасыз. Бұл салтымызда бар дүние. Одан кейін қыбланы теппей жатуға әрекет қыламыз. Қыбла жағын қазір шығару қиын емес. Егер сіздің диваныңыз қыблаға қарап тұрған диван болса, мынау бас жағы болатын болса, төсек осылай. Сіз жастығыңызды былай қойыңыз да былай жата беріңіз. Сіздің мына диванға неге сен правиланы бұзасың деп налоговый мен антикор келмейді сізге ше. Сондықтан көп адам айтады да, қыбла былай, мысалы былай. Бірақ менің басым былай тұр, төсек есікті ашасың, есікті ашқан кезде көп үйлерде де солай басы былай тұрады, сіздер жақта тұрады, аяғы бер жақта тұрады. Енді осылай тұрғандығы үшін мен енді қалай мынаны қыламын десе, төсекті ауыстыра алмаймын, өйткені мына жағы мынандай бар, мынау қалай тұрады десеңіз, төсегіңіз осылай тұра береді. Просто жастықты былай қоясыз, былай жата бересіз, болды. Ол үшін сізді ешкім ұрыспайды. Енді олай жата алмасаңыз, жата бересіз, ода тұрған істе керек. Бұл әдепке сай бір жақсы амалдардан бірі. Сіз бен біздің ата-бабамыз қыбланы теппеген. Одан кейін адам ұйықтағанда шайтан адамды 3 жіппен байлайды. Біріншісі, адам тұрып, ұйқыдан тұрып, таң намазына, яғни бүгін тұрдыңыздар сіздер қазір, альхамдулилля, Құдайға шүкір, өз аяғыммен тұрдым. Халқымызда Құдай қорғымасын деген сөз бар ғой. Құдай қорғымасын деген сөз тап осы деген сөз. Яғни сіздің ерте тұруыңыз деген сөз. Ерте тұруыңыз біреуге талап етпегеніңіз, мен тұрғызшы, мені демеңдер деп, туалетке 4 метр жерде тұрған әжетханаға апарыңдар мені деп, біреуге телміртуден Құдай сақтасын деген сөз. Осыған шүкір айтасыз. Сіз шүкірді айтқан кезде шайтанның бірінші байлаған өзелі, бірінші жібі сол кезде үзіледі. Екіншісі, сіз дәрет аласыз. Қазір дәрет алған шығарсыздар таң намазына. Таң намазда дәрет алған кезде шайтанның түйіні байлауы шешіледі, үзіледі. Үшіншісі намазбен шешіледі. Яғни сізді адамды тұрмасын деп шама келгенше матап тастайды. Сол матауды қазір мына көріп отырған барша мұсылмандар сіздер жырттыңыздар, жеңдіңіздер. Алла сіздерге қуат берсін. Енді ұйықтаған адамды қорқытпаумен сөзімді аяқтағым келіп тұр. Бізде ұйықтаған адамды қорқытатын әдет көп. Теуіп, тұр, танкың кілті қайда, тағысы. Оны күлкіге түсіріп, оны видеоға түсіріп алып, ол есі ауып етіп, кейбір ақымақтар өз әкесін, еркектер өзінің әйелін, немесе жарын, балаларын осылай қорқытып жүргендер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сіздерге сәлем айтады. Кімде-кім біреуді немен қорқытса, сол нәрсеменен өзі қияметте қорқытылады деді.